Дастан Оразбеков өмірден өткен әкесіне ән арнады. Күні кеше сол туындыға түсірілген бейнебаян жарыққа шықты. Ойда жүрген дүние, себебі әкем өмірден кеткен, біраз сағыныш бар, ол кісіге деген іште бір айтылмай қалған сөздер бар. Бейнебаянда өзінің басынан өткен қиын жағдай баяндалады. Нақтырақ айтсақ, Дастанның әкесінің өмірден озуы көрсетіледі. Өз өмірімен алынған әкемнің соңғы күні, мен әкемді шығарып салған күн, ауруханаға бірге, кіші әкемен бірге бардық. Менің қолымда әкем жүріп кетті. Алыстап кетпейсің, жоғалмайсың, өшпейсің. Дастан әкесін мейірімді адам ретінде есіне алады. Бейнеклипті түсіру кезінде де оның қолдауын сезгендей болған. Сондықтан болу керек, бейнебаянның түсірілімі бәрі жеңіл. Осындай күшті болып жатыр, осылай болып жатыр деп, жаңағы бір глазной клиникада түсіріп, соның бәрін жігіттерге айтып отырсам, глазной клиниканың қожайыны келіп айтады ғой, бастығы. Жігіттер, сіздер ұзақ түсіріп жатыр, мынау. Біздің клиникамыздың атынан сіздерге 2 табақ палау. Осыны жеп бір қуаттанып алыңыздар дейді. Түсірілім барысы жеңіл өткенмен эмоционалды тұрғыда ауыр болған. Съемочный алаңда Мерхаттың әкесімен қоштасар кезі, әкесінің қайтқан кезі, сол кездегі оның эмоциялы берілгені, оның рөлді сомдағаны сол сәтті көру мен үшін қиын болды. Мен кішкене тұра алмадым, сол орында бұрында кетіп қалдым. Сағынып өтемін, өтер көктем өтер. Туынды 2011 жылы марқұм Құдайберген Сұлтанбаевқа арналып шығарылған. Араға 11 жыл салып бейнебаян жарыққа шықты. Өйткені оның баласы келіп, сержанға келіп айтады, менің әкем қайтты, сол әкенің кеші болады. Сол бір ән жазып берсең, Дастан, сен әнді орындап берсең, себебі сенің әкең кеткен ғой, сен соны сезініп орындайсың деген ұсыныспен бұл ән жарық көрген болатын. Әнші келесі жылы анасына ән арнағысы келеді. Көп күттірмей осы жылы тыңдармандарына ұсынып қалуы әбден мүмкін. Анамның барында мен бір сол кісіге арнап бейнебаян түсіргім келеді, сол кісіге арнап бір ән жазғым келеді. Енді өз тарапымнан анама міндетті түрде ән шығарам. Осы жылы. Дастан Оразбеков өткен аптада 40 жасқа толды. Мерейтойын қалай атап өткенін өзі айтып кетсін. Бұл бір керемет 40 жас болды. Себебі әріптестерімнің бәрін жинадым осында Нұрсұлтан қаласындағы Алматыдан. Бірталай әріптестерімізді шақырдық, бірақ өкінішке орай келе алмады. Бірақ дегенмен де өзіміздің осы Нұрсұлтандағы әріптестеріміз кәдімгідей қарым-қатынасымыз бірнеше жыл бойы достай азамат болып араласып кеткендей, бәріміз керемет көңілді кеш өткіздік. Дастанның жақсы жаңалықтары осымен біткен жоқ. Дәл туған күн кешінде 10 әннен тұратын жаңа альбомның тұсауын кесті. Жарқыраған суық жанарыңнан сезімім білінбей сұрақ. Альбомның атауы «Жаңа тыныс». Дастан үшін өте маңызды туындыларының бірі. Тіпті әнші бұл альбом мен үшін жаңа дем, жаңа өмір секілді дейді. Оразбековты жаңа туындылармен құттықтап, жылы пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.